Ассалаумағалейкум барша қазақ елі. Мен бүгін сіздермен тағы да бір соттың қаулысымен бөліскім келіп отыр. Атап айтатын болсақ, мен осы қаулыны бөліспес бұрын мен жоғары соттың және де мына Шымкент облыстық соттың назарын, Түркістан облыстық соттың назарын аударғым келіп отыр. Атап айтатын болсақ, Түркістан облысы Жетісай аудандық тергеу сотының судьясы Сарқұлов мен Жетісай аудандық полиция басқармасының тергеушінің іс әрекетсіздігіне шағым берген болатынмын. Менің ісім осы Сарқұловтың өндірісіне түскен судьяның. Судья маған белгісіз себептермен хабарласып, тергеушінің үстіне жазған шағымды қайтарып алу туралы айтқан болатын. Мен судьяның бұл айтқанымен келіспей, тергеушіге қатысты шағымды алмайтын және әрі қарай істің мәні бойынша қарау керектігін айтқанмын. Бірақ сот мен қайтарып алмағаннан кейін арызымды әрі қарай өзі менің арызымды қараусыз қалдырған. Ол жерде судьяның қаулысында заңды өкілі, мен жәбірленушінің мүддесін қорғап отырмын. Жәбірленушінің мүддесін қорғайтын заңды өкілі ол өкіл деп танылу керек дейді. Жәбірленушінің өкіл деп танылу керек дейді. Заң бойынша өкілге заңды өкілі болып танудың керегі жоқ. Мен судьяға сіз ондай талап қоюға құқыңыз жоқ деп айтып едім, менің құқығымды бұзып жатсың деп. Бірақ сонда да сот өзінің дегенін істеп, менің жаңағы тергеушіге қатты жазған шағымды қайтарып алмағандықтан мен арызымды қараусыз қалдырды, шағымды. Мен судья Сарқұловтың бұл шағыммен, қаулысымен келіспей, Түркістан облыстық сотының қылмыстық істер жөніндегі алқасына шағым берген болатынмын, жеке шағым. Ол облыстық сотының судьясы Байдуллаевтың өндірісіне түсіп, Байдуллаев соттың бұл шығарған қаулысы заңсыз деп танып, оның күшін жою туралы жаңа қаулы шығарылды. Түркістан облыстық сотының судьясы Байдуллаевқа өзіміздің ризашылығымызды, алғысымызды білдіргіміз келеді. Себебі Жетісай аудандық сотының, тергеу сотының судьясының заңсыз шығарған қаулысының күшін жойып отыр. Неге судьялар осы істі қараған кезде, неге осы полиция қызметкерлердің немесе прокурорларының ығына қарай қайта-қайта осылай біздің шағымдарымыз қарағысы келмейді? Мен ойлаймын, бұндай судьялар бұндай соттарда жұмыс істеуге тиісті емес деп. Сондықтан жоғары соттың назарын аударғым келеді, және де Түркістан облыстық сотының назарына осы судьяға қатысты тексеріс жүргізіңіздер. Бұл судья, мен заңды өкілі болып, заңгер бола тұра, маған осылай болып жатса, қарапайым халықтың жағдайын мүлдем қарамайды ғой. Сондықтан осыған қадағалау жұмыстарын жүргізуін сұраймын.